Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында осындай қырқынан шығаруға набор дайындайтын боламыз. Кеттік. Керекті заттармен таныстыратын болсам, бізге осындай үкі керек болады, қызыл светті, және де осындай брейтовай керек болады, ожау керек болады бізге. Қайшы керек болады, осындай кішкентай, және де лента керек болады, ою керек болады. Осы ою және осы табағымызға клейлейтін боламыз, яғни осы табақта керек болады, және де осындай бізге қорапша керек болады. Үй жағдайында әртүрлісін ала берсеңіздер болады, және де осындай үй жағдайында әртүрлі аксессуарлар, моншақтар керек болады. Ең алдымен осы табағымызды осы оюымызбен әсемдейтін боламыз, және оған бізге осындай клей керек болады. Ең алдымен осылай бастапқы оюымыздың бас жағын осылай қойып, әдемілеп, клейлеп шығатын боламыз. Және де осы табағымызға бізге осындай әртүрлі осындай әдемі ленточкалар керек болады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне достар, осындай әдемі болып шықты. Ендігі кезекте біз ожауымызға әсемдейтін боламыз. Осы ожауымызға бастапқы жағын осы үкімізді және де осындай моншағымызды ожаудың осындай алдыңғы бетіне жапсыратын боламыз клейлеп. Міне достар, клейлеп болды. Ендігі кезекте осы үкіміздің ожауымыздың астыңғы жағына клеймен ұстататын боламыз. Ендігі осы мойнына лентамен әдемілеп орап шығамыз. Міне достар, дайын болды. Ендігі кезекте осыны дайын лентамызды, яғни бантигімізді клейлеп жапсыратын боламыз. Осы бантиктің жасалу жолы мен жоғары жаққа тастап кетем, ссылкасын менің каналымнан көрсеңіздер болады. Және де осындай ортаңғы жағына әдемілеп моншағымызды жапсыратын боламыз. Міне достар, дайын болды. Ендігі кезекте осы брейтовамызды, қайшымызды, осы қорапшамызды әсемдейтін боламыз. Яғни осы брейтовамызға дайын осындай бантигімізді кішкентай жапсыратын боламыз. Тоже қайшымызға да жапсырамыз. Ортаңғы жақтарына әдемі моншақтарымызды жапсырып шығамыз. Ендігі кезекте осы қорапшамыздың қақпағына осындай жіңішке етіп, лентамызды осылай қисайтып, клейлеп шығамыз әдемілеп. Ендігі кезекте осы немізге, қорапшамызға осы лентаны жанына әдемілеп клейлеп шығамыз. Міне достар, дайын болды. Осы қорапшамыздың ортаңғы жағына тоже осындай бантигімізді тағып, үстіне моншағын тағатын боламыз. Міне достар, осындай әдемі болып шықты. Өте оңай жасалады. Жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.